Балалар, 75-ші беттегі 10-ші тапсырмаға назар аударайық, берілгенін оқимын. Барлық қонақтарда сағат бар. Сәуленің сағаты 25 минут алда дейді. Арманның сағаты 1 сағат артта. Ал Ләззаттың сағаты 50 минут алда екен. Тек Дәулеттің сағаты ғана дұрыс уақытты көрсетіп тұр. Қонақтардың әрқайсының сағаты қандай уақытты көрсетіп тұрғанын анықта дейді. Балалар, кестеге назар аударайық. Кестеде Дәулеттің сағаты, Сәуленің, Арманның, Ләззаттың сағаттарын жазу керек. Дәулеттің сағаты белгілі. 12 әрі дұрыс, 12 сағат және 14 сағат 30 минутты көрсетіп тұр. Сәуленің сағаты 25 минут алдыда дейді. Ең алдымен балалар, біз мұнда жазып алайық. Дәулеттің сағаты жазамыз. Ең бірінші 12-ні көрсетіп тұр, және де 14-30-ды көрсетіп тұр. Яғни 14 сағат 30 минутты. Келесі Сәуленің сағатын анықтаймыз. Сәуленің сағаты Дәулеттің сағатынан 25 минут алда болса, демек 12 сағатқа 25 минутты қоссақ, 12 сағат 25 минут болады. Егер Дәулеттің сағаты 14:30 болса, 14 сағат 30 минутқа 25 минутты қоссақ, 14 сағат 55 минут болады. Келесі Арманның сағатының нешені көрсетіп тұрғанын анықтайық. Арманның сағаты 1 сағат артта дейді. Демек 12 сағаттан 1 сағат азайтып тастасақ, 11 сағат. Ал 14 сағат 30 минуттан 1 сағатта азайтып тастасақ, 13 сағат 30 минут. Келесі Ләззаттың сағатын анықтайық. Жазамыз. Ләззаттың сағаты Ләззаттың сағаты 50 минут алда дейді. Демек балалар, 12 сағатқа 50 минутты қосамыз. Сонда 12 сағат 50 минутты көрсетіп тұр екен. Ал егер Дәулеттің сағаты 14:30-ды көрсетіп тұрған болса, 14 сағат 30 минутқа 50 минутты қосамыз. Жауабы 15 сағат 20 минут болады. Жазамыз. 15 сағат 20 минут. Мінекей балалар, осымен 75-ші беттегі 10-ші тапсырма аяқталды.